Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министріне жолданады. Құрметті Әлихан Асханұлы, бүгінде әлемдегі су тапшылығы мен трансшекаралық елдерден келетін су көлемінің азаюы климаттың өзгеруімен тығыз байланысты екенін ғалымдарды ашық айтып отыр. Бұған биылғы Жамбыл облысы диқандарының бастан кешкен жағдайы толық дәлел. Жалпы соңғы жылдар елімізде су тапшылығы, оны үнемдеп пайдалану мәселелері күрт өскен. Ал гидротехникалық құрылыстар суды тиімді пайдаланудың ең негізгі құрал екені белгілі. Бірақ өкінішке орай, ол нысандар өз қызметін сапалы көрсете алмай отыр. Республика бойынша шаруа ішілік каналдарды қоспағанда 7500-ден астам гидротехникалық құрылыстар бар. Оның 1189-ы қанағаттандырарлық жағдайда болса, 24-і апатты жағдайда тұр. Ал 2047 гидротехникалық құрылыста ешқандай техникалық құжаттары жоқ. Басқасын айтпағанда, республикалық меншіктегі 1291, коммуналдық меншіктегі 590 су нысандары заңдастырылмаған болса, 18-і апаттық жағдайда тұр. Ал жеке меншіктегі 241 нысанның 57%-ы құжатсыз болса, иесіз қалған 22 құрылыста мүлдем құжаттары жоқ. Мысалы, Қазсушар республикалық кәсіпорынның меншігіндегі су қоймаларының 57%-ы 50 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеуде. Қазіргі таңда апаттық жағдайда тұрған 7 нысан бар. Ал 17 нысанға жобалық сметалық құжаттар бүгінге дейін әзірленбеген. Қанағаттандырарлықсыз жағдайда 38 нысан тұр. Тура осындай жағдай су жеткізу каналдарында да қалыптасқан. Жалпы ұзындығы 35948 километр құрайтын каналдардың бүгінде 14450 километр жөндеу жұмыстарын қажет етуде. Ал бұл каналдардың бойында 750 мың гектар егістік алқаптар орналасқан. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және су басу қаупін жою үшін осы апаттық нысандарды бірінші кезекте қалпына келтіру қажет деп есептеймін. Сондықтан да оларды толықтай кешенді тексеруді және күрделі жөндеуден өткізуді үкімет тікелей өз бақылауына алу керек. Осындай күрделі жағдайларды ескеріп, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев елімізде су ресурстары және ирригация министрлігінде құрып берді. Ендігі жерде гидротехникалық құрылыстарды ретке келтіру, жеке меншік иелерінде және қараусыз қалған су нысандарының нақты жағдайын анықтау, оларды қажет болған жағдайда мемлекетке қайтару осы құзырлы органның еншісіне тиіп отыр. Қазақ су шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының мәліметіне сәйкес, еліміздегі ұзындығы 50-ден жоғары шақырымды құрайтын 800-ге жуық өзендердің бар екенін, соңғы 10 жылда елімізде шығу тегі әртүрлі 300-ден астам су тасқын тіркелгенін, ал гидротехникалық құрылыстардың көпшілігі шаруашылық тәсілмен салынып, 4-ші дәрежелі күрделі құрылыстармен ұсынылғанын ескере отырып, өткен кемшіліктерге жол бермеуіміз керек. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметі бойынша 1478 гидроқұрылыстың 510-ы жөндеуді қажет етеді. Ал елімізде гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша арнайы заңнама жоқ. Қазіргі негізгі құқықтық база Қазақстан Республикасының 7 заңымен реттелген. Бұндай қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қоғамдық қатынастар басқа мемлекеттердегіндей дербес заңмен реттелуі тиіс деп ойлаймыз. 2008 жылы осы заң жобасы дайындалып, ол қолдаусыз қалғаны да белгілі. Нәтижесінде соңғы жылдары орын алған төтенше жағдайлар қолданыстағы кодекстің қажетті мәселелер толық шешуді қамтамасыз етпей келе жатқанын да көрсетіп отыр. Жоғарыда айтылғандардың негізінде үкіметтен бірінші Қазақстанда гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша арнайы дербес заң қабылдау, екінші су шаруашылығының негізгі қорларының және сумен жабдықтауды қамтамасыз ететін гидротехникалық құрылыстардың техникалық жағдайын жақсартуға, инвестициялық белсенділікті арттыруға және жоспарлау профилактикалық жұмыстары бойынша арнайы жол картасын дайындау, нысандарды нақты кешенді түгендеп есепке алу, құжаттарын заңдастыру, қажетті қаражатты бөлу. Үшінші, өте маңызды мәселе, су шаруашылығы мамандарын даярлау үшін мамандықтар тізбесін кеңейту және білім беру стандарттарын қайта қарау, су саласы мамандарының біліктілігін арттыру жөнінде орталық құру бойынша нақты шаралар қабылдауды сұраймыз. Қолданыстағы заңнама сәйкес депутаттық сауалды қарау парламент сенатының жалпы отырысында мүдделі министрліктердің басшылығынан ауызша жауап беруін сұраймыз. Құрметпен комитет депутаттары. Рахмет.